Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге Нури KZ. Бүгін мен сіздерге YouTube каналындағы значокты, яғни YouTube каналындағы суретті сыртындағы қалай өзгертетінін көрсететін боламын достар. Ол үшін бізге өзіміз Google'дан басып алатын сурет керек. Мен оны скачать етіп алдым, міне. Осыны скачать етіп алдым. Сіздерге білмей жатсаңыздар, қалай скачать етуді үйретейін. Chrome'ға кіресіз. Міне, скачать фото на Avu Minecraft деп тұр. Соны басамыз. Міне, суреттер шықты. Картинканы басайық. Картинкада өйткені суреттер көп. Міне осылар. Неше түрлі суреттер бар. Мен осы суретті таңдайын. Суретті басып тұрасыз. Сосын скачать изображение деген тұрады. Соны басасыз. Басылады. Басылып қойды. Және галереяда тұрма, сонда міндетті түрде қарау керек. Міне тұр екен. Енді настройкаға кіресіз. Google'ға кіресіз. Настройкадан. Және Google'да аккаунт Google'да тұрады, соны басасыз. Міне, осы сурет тұр, мінде. Осы суретті басасыз. Нури KZ деп тұрған үстінде суретті. Және добавить фото профиля деген басасыз. Сосын выбрать фото. Соны басасыз. Міне, осы тұр. Принять деген басасыз. Болды достар. Кішкене загрузка керек. Мінекей достар. Өте оңай. Міне YouTube каналымдан көрейін. Міне. Тұр. Достар, менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. 59 подписчик болды. 70 подписчикке екіз басайық. Бұрынғы қойған суреттер мәлі кетпей тұр. Кететін шығар. Міне. Бүгінгі видеом ұнаса, каналға тіркеліңіздер. Егер мен сіздерге бір нәрсе болсын үйретсем. Сау болыңыздар достар. Каналға тіркеліңіздер.